былайша айтқан кезде Американың почти топовый университеттерінің барлығында оқып и жұмыс істеп көрген кісімен бірге жұмыс істеу, бір лабораторияда болу и сол кісіден дәріс алудың өзі өте үлкен мүмкіншілік болды. Ол кісі сондай интеллигентный кісі маған айтты, сен енді Америкаға бірінші рет келе жатсың, бұл жақтың нәрсесін білмейтін шығарсың. Бізде енді ауыл кішкентай, келе жатқан қай үй қызық болса айт, мен саған сол үйдің өзін қарап берейін деді. Маған бұл мүлдем былай ерекше. Үстіңнен алтын жаудырам деген сияқты ғой. Оны үйді қарауға көмектесті. Одан кейін барып, жаңағыдай екінші интервьюді өткеннен кейін официально жұмысқа қабылдандым. Виза не істейтін кезде маған не жіберді? Сенің отбасыңмен бірге көшіп келуің толық университет тарапынан төленеді деді. Жаңағындай билетің, жолда жейтін тамағың, отелің барлығы төленеді, ұшып келесің деді. Ол екінші қуаныш болды. Барып орналастық, үйімізге орналастық. Бастапқыда енді уақытша үйге, кейін негізгі үйге көштік. Келіншегіңіз, бала-шағаңыз, қанша бала-шағаңыз бар? Ол кезде 2 баламмен көштік. И жолдасымның аяғы ауыр болатын тұғын. Біз тағы да бір баланы күтіп отырдық. Кім келді? Бізге жаңа профессорым келді, менімен тағы да сөйлесті. Машина алдың ба? Жоқ, үлгерген жоқпын. Онда былай жасайық, менде 3 машина бар, біреу бос тұр. Мен саған берейін соны, қазір ақшаңды құртпай қой, ақшаң дұрысталғаннан кейін, толықтанғаннан кейін маған берерсің деді. Сөйтіп, сондай жағдай болды Америкада. Былай айтқан кезде Америка мені былай құшақ жая қарсы алды.